Операция үстеліндегі науқас баланың жасы 1 жас 9 ай. Дәрігерлер оған краниостеноз диагнозын қойған, яғни бас сүйектегі тігістерінің ерте жабылуы. Отадан алдын білікті дәрігерлер кішкентай пациентке жансыздандыру дәрісін салып, ашық операция жасауға кірісті. Қазіргі уақытта Шымкент қаласында болып жатқан бұл краниостеноз операциясына берілетін наркоз өте күрделі. Бұның өзінің көптеген ерекшеліктері бар. Бұл операция бірер жылдар бұрын тек қана шетелде жасалған еді. Қазіргі уақытта Астанада жасалып жатыр, көптеген операциялар және де Алматы қаласында. Қазіргі уақытта біздерге өте көптеген жүктеме түсіп жатыр. Ота мөлшері өте көп. Соған байланысты осы мастер-классқа Шымкент қаласына шақырған еді. Енді өзіміздің білімімізбен осы наркоздың жүру ерекшеліктерін өзіміздің әріптестермен бөліскенге өте қуаныштымыз. Отаның негізгі бөлігінде хирургтар ерте жабылған тігістерді ажыратып, баланың бас сүйегіне хирургиялық жолмен дұрыс пішінін жасап берді. Күрделі ота 7 сағатқа созылған. Медицина мамандары операцияның сәтті өткенін айтты. Дәрігерлердің сөзінше, краниостеноз диагнозын қойған балаларға дер кезінде хирургиялық ем жасалмаса, науқас айықпас дертке шалдығып, өмірінің соңына дейін мүгедек болуы мүмкін. Есе уақытында бұндай оталар жасалмаса, балада асқынулары кетеді. Ол асқынулары жаңағы шизофрения деген ауруға келтіруі мүмкін. Миы көп уақыт, әр уақытта қысым болғандықтан жаңағы эпилепсия, гидроцефалия деген неше түрлі жаңағы қол аяғын жұмыс істемеуі, сколиоз деген сондай асқынуларға, сондай ауруларға әкеледі. Балаларға осындай ота алғаннан кейін невропатологтың, нейрохирургтың, көз дәрігерінің, реабилитолог деген дәрігердің бақылауында болу, жаңағы реабилитологтың емін алу. То есть бұл жерде жаңағы физиолечение, жаңағы неше түрлі су жағынан водный процедура деп атаймыз, электрофорез деген сондай жаңағы реабилитологтың қаралған нәрсе. Айта кетейік, бас сүйегіне жасалған күрделі отаға Қазақстанның өзге де өңірінен келген дәрігерлер қатысып, тәжірибе жинақтауға мүмкіндік алды. Мұнан бөлек нейрохирург және реаниматолог дәрігерлер қалалық клиникалық аурухана базасында өткен конференцияға қатысып, тәжірибе алмасты. Лаура Наққызы, Сәкен Сапарбеков, Нұргелді Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.